Қайлы күн, құрметті ботақандар. Қалдарың қалай? Жақсы. Біз сендермен ботақан ойын алаңында бүгін ерекше ойын ойнайтын боламыз. Тентек деген ойынымызды бастаймыз. Бастаймыз ба? Я! Бір қошеметтеріңіз болсын. Олай болса, араларында қазір мен беретін сары осы карточкада біреуінде сақшы, біреуінде тентек. Қалғандарында әртүрлі жазу бар. Кім сақшы болса, оң қолын көтереді, кімде тентек болса, оны білдіртпейміз. Жақсы ма? Білдіртпейміз. Бірақ сақшы кім тентек екенін табу керек. Ойынның ережесі осындай. Ойынымызды бастайық. Мен сендерге карточканы таратайын. Ал, есімі Димаш, Арсений, ала ғой. Біздің арамыздан мына жаққа да қаншайымға берейік. Мынау сізге кетсін, Сымбат қаншайымызға кетсін, мынау сізге кетсін. Және де мен араластырып бердім, себебі әркімде әртүрлі болуы керек. Сонымен сақшы кімде? Мен. Сақшы сенде. Орын отыра ғой осы жерден. Енді араларымызда міне кім тентек деп ойлайсың? Мен Димаш деп ойлаймын. Димаш. Неге Димаш деп ойладың? Өйткені ол деген тыныш отыр, және деген білдіртпей отыр, что мен қала тұрғынын ой деп отырғандай. Бірақ ол тентек болуы мүмкін. Сені тентек екеніне келісесің ба? Әлде басқа адамдарды ойлайсың ба? Басқа ботақандарды ойлайсың ба? Мен емеспін. Мен Ерғанат деп ойлаймын, өйткені жыбырлап отыр. Сен? Жыбырлап. Кім тентек деп ойлайсың? Ол мен емес, мен Арсений деп ойлаймын. Арсений, сен? Енді кім деп ойлайсың? Ерғанат. Кім деп ойлайсың? Мен Димаш деп ойлаймын. Димаш сен дейді. Димаш. Сымбат, сонымен қайсысы міне, ол мен емес дейді, ол мен емес дейді, Арсен мен емес дейді, біздің Аяру мен емес дейді. Қайсысы? Аяру да болуы мүмкін. Мүмкін. Өйткені ол деген қалай айтсам болады, ол деген өзін деген білдіртпей отырғандай отыр. Ерғанат та болуы мүмкін ол. Бірақ ол болуы да мүмкін емес, ол енді всегда жыбырлап отырады. Ол деп ойламаймын мен. Сонымен? Аяру деп ойлаймын. Аяру деп. Аяру сен ба? Жоқ. Шұғыла сен деп ойлайды. Бұл шынымен де Ерғанат деп ойлаймын, өйткені ол кәдімгідей жыбырлап болып отыр. Осы барлығымыз бәрі тыныш отырмыз да, осы барлығымыздың ішімізде тек қана Ерғанат жыбырлап болып отыр. Сен не жыбырлап отырсың? Мен жыбырлап, енді мен оны әптесім ғой, деп. Почему еще много магаешь? Жыбырлай берем. Сен жыбырлай бересің. Сонымен тентекті біздің Аяру деп ойлайсың ба, әлде Ерғанат деп ойлайсың ба? Әлде біздің міне Сымбаттап? Мен Ерғанат деп ойламаймын, өйткені ол всегда барлық кезде жыбырлап отыра береді. Мен Аяру деп ойлаймын. Аяру. Шұғыла Ерғанат емес деп айтқанда, Ерғанат сол кезде Ерғанат емес дегенде қуана бастады. Сол үшін мен Ерғанат тентек деп ойлаймын, өйткені ол тентек емес деген кезде ол қуана бастады. Сол үшін ол тентек. 100%. Онда екеуі де болмаса, онда Сымбат болуы мүмкін. Сымбат? Сен ба? Кім деп ойлайсың? Ерғанат деп ойлайды. Қазір мен барлығына сұрап шығайыншы, кім деп ойлайды? Сен кім деп ойлайсың? Кім мұнда? Аяру. Сен ше? Ерғанат. Сымбат Ерғанат деді. Аяру сен ше? Ерғанат сен ше? Тентек емес екеніңді дәлелде. Аяру. Точно Аяру. Почему өйткені ол маған жала-жалы баттыр. Точно Аяру. Жоқ, ол Ерғанат өйткені. Көрсетпейміз карточкамызда? Ерғанат, мен оған жала жауып отырған жоқпын. Өйткені әрдайым шұғылау, әрдайым Ерғанат емес деген сайын Ерғанат қуана басталады. Өйткені ол тентек болған кезде не істегісі келіп тұр да, жалан жаппауға тырысып тұр да өзіне.
Сол кезде ол қуанып жатыр, что ол тентек емес деп, барлығы ол тентек емес деп ойлап жатқаны үшін ол қуанып жатыр. Сол үшін ол тентек деп ойлаймын. Сонымен сені тентек деп ойлайды, барлығы тентек деп ойлайды. Тентек емес екеніңді қалай жеткізесің? Барлығы. Әне умалет етіп Сонымен жатырмын. кімге тоқталамыз? Ерғанат. Ерғанат дейді. Сен ше? Сенің ойың? Айару дейді. Ерғанат. Ерғанат. Оған бүйтіп отырып айтпашы. Мен Сен? айтпашы. Ерғанат. Барлығы Ерғанатқа енді жала жауып тұр енді. Может быть, олар өздері болуы мүмкін. Білмеймін. Мен өзім деген, Айару деп Ерғанат екеуінің біреусі өткенде екеуі деген бір-біріне жала жауып отыр. Екеуі бір-біріне жала жауып отыр. Сонымен қайсысы деп ойлайсың? Ол өзін ақтау үшін Ерғанатқа қарай айтып жатыр. Ерғанат өзін ақтау үшін Айару дейді. Екеуінің біреуі, сонымен қайсысына тоқталайық? Ерғанатқа. Сен өзің тентек емес екеніңді қалай айтасың? Қалай жеткізесің? Мен тентек емеспін дегеніңді, міне, шұғылаға. Сонымен? Ерғанат. Барлығымыз Ерғанат деп ойлаймыз. Сонымен нақты жауабын қабылдаймыз, а? Ерғанат. Қабылдаймыз, а? Жақсы, олай болса, тентек ашамыз кімде? Ерғанатта. Ашамыз. Очевидно. Ерғанатта. Сонымен өнерді көрсетеміз. Көрсет өнеріңді. Ерғанат өнеріңді көрсет. Оянғанда түнде жұбатып, ақ сүт беріп өсірген, басқанымда тай-тай қуантып, тұсауымды кестірген, анашым құдіреттіңе табынамын, көрмесем бір күн сені сағынамын, анашым қартаймашы жалынамын, анашым қартаймашы жалынамын. Бәрекелді, қошеметтеріңізді қойып қояйық. Өнерің өрге қарай домаласын, жолың ашық болсын.